Аллерголог резидент үшін ең үлкен дүниежүзілік аллергологтар конгрессіне Португалияға жол тарттым. Конгресске 49 мемлекеттен делегаттар келіп, әрбірі доклад, постер, презентациялармен бөлісті. Оның ішінде мен де болдым. Бірнеше жылдар бойы жасаған зерттеу жұмыстарымен Америка, Лондон, Европаның мемлекеттерінен келген профессорлар бөліскеннен кейін өзімді керемет академиялық атмосферада екенімді сезіндім. Аллергологияның ең өзекті тақырыптары аллергиялық ринит, тағамдық аллергия, бронхтық астма, асет терапия, біріншілік иммунодефицит, тағы да басқа аурулардың еміне кездесетін биологиялық препараттар, соңғы диагностикалық методтар жайлы білімімізді арттырдық. 3 күннің ішінде 20-30 жылдап зерттеген тақырыптардың шешімі айтылды. Әрбір резидент медицинадағы адам осындай дәрежеде пациенттерді жүргізуі керек деп ойлаймын. Себебі зерттеу жұмыстарымен бөліскен шетелдік профессорлардың көбісі клиницист дәрігерлер, олар пациентті жүргізіп, адамзатқа көп пайдасын тигізуде. Сондықтан қазірден бастап ғылымға қызығып, ғылыми мақалаларды тек оқып қана қоймай, өз статьяларыңызды жазуға кеңес берер едім.